халқы тәуелсіздікке ұмтылған асқақ арманына, дербес мемлекет болсам деген асыл мұратына 1991 жылы желтоқсан айында қол жеткізді. Ірге тасымыз қаланғаннан кейін өзінің саны, рәмізі, суы, рәмізі болады, заңы болады өзінің. Сізде бастарынан қалай сынды. Өжеттік бел ұл қыздары мойымаған жеңе біліп қайсарлықтың қиындықты. Досты адал, жауға қатал бола білген. Басты рәміздерінің бірі елтаңба, яғни еріп. Зерттеушілердің айтуынша немістің мұра деген сөзден шыққан екен. Ал қазіргі Қазақстан аумағын мекендеген көне көшпелілердің кейін графикалық ұғымы таңба деп аталған ерекше символ тотем арқылы бірін-бірі танып, ажырата білгені тарихтан белгілі. Әу баста мұратым, шабытын шыңдайды шынақын, ақынның өлеңі өлмейді, өлеңін өсиет қылатын. Оңынан туғандай айқыным, жазбасам жырмаған уайым, елтаңба бейнесін жырмайды. Жаңа мемлекеттік әнұран қабылданды. Жаңа әнұран ондаған жылдар бойы халықтың сүйікті әні болған менің Қазақстаным әнінің негізінде қабылданды. Жасын білемін, індетті ғылымнан. Асқақтай жүргерек жалауы, әлдеге бейбіт күн әр елде. Қауымдас халықтар қалауы, тыныштық билесін әлемде. Әр адам патриот болу керек. Мағжан сенбеген бүгінгі жас ұрпаққа рухты ұл мен қызы болу керек. Мен ұстазбын бүгінде мақтанамын, білетін жандарбыз ғой. Ауылдық зертханада мемлекеттік рәміздер ел мәртебесі атты кітап көрмесімен жалғасады.